тапқыр қоян ертегісі. Аң патшасы арыстан аңдар арасында бәйге ұйымдастырыпты. Бәйгенің шарты жеңімпаз қазанды қайнап тұрған суды ішу керек екен. Қоңырау. Қоңырау. Я, өлері. Қоңырау. Бәйгеге қатысты келген аңдар бірінен соң бірі келгенмен қайнап тұрған суды көргенде батылдары су сепкенде басылады. Bir uақытта қоян келеді. Перкуссия. Қоян келеді. Қайнап тұрған суды көтеріп, мен ыстық қайнап тұрған суды ішкенді жақсы көремін деп айналасына қарайды. Металлофон. Аң-таң болған аңдар іше ғой онда, дейді. Қоян қас-қатар болып тізіліп тұрған аңдардың алдымен жағада жүріп, достарым, мінекей мынау ыстық су дұрыстап қарап алыңдар деп әрқайсысына жеке-жеке көрсетіп шығады. Қоңырау. Қоңырау, иә. Енді металлофон. Перкуссия. Осылай әр аңға көрсетіп шыққанша қазандағы қайнаған су суып қалады. Осыны пайдаланып қоян суды басынан бірақ көтеріп қылқытып салады. Аңдар өз көздеріне өздері сенбей таңғалысады. Bu bir. Алданған аңқау арыстан сөзіне тұрып, міне нағыз ер деп қоянды мақтап, уәде еткен сыйлықтарын бергізеді. Қоңырау.